Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Hurmetli tındarman kavim, biz fiqh dersini olan ermen жалғастырамыз. Бүгінгі оқитын dersimiz Навақидул масхи алал хуффейни, екі мәсіге тартылған масихты бұзатын жағдайлар тақырыбы болмақ. Онақидуху, масихты бұзатын жағдайлар мына нәрселер. Онақидухудағы ху замирі тартылған масихке кетіп жатыр. Онақидуху, масихты бұзатын жағдайлар мына нәрселер. Нақидул удуи, дәретті бұзатын барлық жағдай тартылған масихты да жарамсыз етеді. Мысалы, дәреті алып, мәсіңізге масих тарттыңыз, бір жағдайлармен қолыңыз қанап кетті делік, аққан қан себепті дәретмен қоса, мәсіге тартылған масихта бұзылады. Қайта дәреті алып, мәсіге қайта масих тартылады. Тартылған масихты бұзатын тағы екінші жағдай, омудуйюл муддати, уақытының өтуі, яғни киген мәсінің уақыты өтсе, тартылған масихта бұзылады екен. Мысалы, тұрақты кісінің киген мәсісі бір тәулік дедік, сол бір тәулік өтісімен киген мәсісіне масих тарту мүмкіндігі де бітеді. Қайтадан мәсіні шешіп, дәреті болмаса толық дәреті алып, аяқты жуу шарт. Тағы не нәрсе бұзады? Вахуруджу аксарил ақиби илассақи, өкшенің көп бөлігінің сираққа дейін шығуы да мәсихті бұзады екен. Яғни, ең кемі аяқтың өкшесі мәсінің қонышына дейін шығатындай шешілсе, тартқан мәсихі бұзылады. Кітапта сираққа дейін делініп тұр. Бұл дегеніміз мәсінің тобығы жағынан жоғары дегенді білдіреді. Ең кемі аяқтың өкшесі дедік, демек мәсі мүлдем шешілсе де масих тарту мүмкіндігі жойылады. Мұндай жағдайда дәреті болса тек екі аяғын жуып, мәсіні қайта киеді. Бір аяқтағы мәсі шешілсе, екінші аяқты да шешіп жуу керек. Ары қарай оқимыз. وَبَعْدَ أَحَدِ هَذَيْنِ, осы екі жағдайдың бірінен соң, яғни мәсінің уақыты өтсе, немесе ең кем аяқтың өкшесі мәсінің қонышына дейін шығатындай шешілсе, осы екі жағдайдың бірінен соң не істеу керек? Ежибу ғослу риджлейхи фақат, тек екі аяқты ғана жуу керек. Бұл дәреті бар кісілерге қатысты. Мысалы, дәреті алдыңыз, мәсіңізге масих тарттыңыз, бір жағдайлармен мәсіңіз шешіліп кетті делік. Бұл кезде тек екі аяғыңызды жуып қана қойсаңыз жеткілікті. Себебі сіздің дәретіңіз бар еді, тек мәсі шешіліп кеткендіктен аяқты жуу керек болды. Ежибу ғослу риджлейхи фақат дегендегі мағынасы осы. Ары қарай оқимыз. وَيَمْنَعُهُ, және масих тартуға кедергі етеді. Не кедергі етеді? Хорқун, мәсідегі жыртық мәсіге масих тартуға кедергі. Қандай көлемдегі жыртық кедергі? Ебду минху қодру сәләси асаби ар-риджли асғариха, аяқтың ең кішкене үш саусағы біріктірілгенде әлгі жыртықтан көрініп тұратындай болса, масих тартуға кедергі. Ебду минху дағы ху замирі жыртыққа кетіп жатыр. Демек, мәсінің тобықтан төменгі жағында аяқтың ең кішкентай үш саусағы көрініп тұратындай жыртық пайда болса, ол мәсі масих тартуға жарамсыз. Және айта кету керек, тобықтан жоғары жақтағы жыртық есепке алынбайды. Ары қарай оқимыз. وَيُجْمَعُ خُرُوقُ خُفِّن, бір аяқтағы мәсінің бірнеше жыртықтары біріктіріліп өлшенеді. Мысалы, мәсінің тобықтан төменгі жерінде әр жерде кішкене бірнеше тесік бар болатын болса, сол бірнеше жыртық біріктіріліп өлшенеді. Олардың бәрін біріктіріп қосқанда үш саусақ көрінердей көлемде болса, онда мәсі жарамсыз. Ла хуффейни, екі мәсідегі жыртықтар емес. Яғни, әр мәсідегі жыртықтар әлгінде жеке-жеке өлшенеді, бірге біріктіріліп есептелмейді. Жеке-жеке есептелінеді.
Ары қарай оқимыз. Wa fi safaril muqimi wa aksihi. Тұрақты кісі сапарға шықса, wa aksihi, және сапардағы кісі тұрақты елді мекеніне оралса, немесе жолаушы үкімінен шықса, қашан? Қобла йаумин о лейлатин, бір тәулік толмай жатып, яғни тұрақты кісі мәсіні кигеніне бір тәулік толмай жатып, ең кемі 90 километрге жолға шықса, сондай-ақ сапардағы адам да мәсісін кигеніне бір тәулік толмай жатып, тұрақты елді мекеніне оралып жатса, жолаушылық үкімінен шығып жатса, ю'табарул ахиру, соңғысы назарға алынады. Мәсіні киген тұрақты адам кигеніне бір тәулік толмай жатып сапарға шықса, мәсісінің үкімі жолаушы адамның мәсісінің үкімін алады. Дәлірек айтқанда 3 тәулікке созылады. Мысалы, Астана қаласының тұрғыны таң намазына мәсісін киді. Мәсісінің уақыты сол алған дәреті бұзылғаннан басталады деп айттық өткен дәрісте. Дегенмен біз мысалда таң намазынан бастап есептей береміз. Таң намазына дәреті алып мәсісін киді. 2-3 сағат өткеннен кейін Алматыға жолға шықты делік. Бұл кісінің мәсісі 1 тәулік емес 3 тәулікке созылады. Себебі кітапта да айтылғандай, бұл кісі жолаушының үкімін алады. Мәсісінің үкімі жолаушы адамның мәсісінің үкімін алады. Жолаушы да дәл солай Алматыда таң намазына дәреті алып, мәсі киіп 3 сағаттан кейін ұшақпен Астанаға өз тұрақты елді мекеніне ұшып келді делік. Киген мәсісінің уақыты 3 тәулік емес, ертең таң намазына дейін, яғни 1 тәулікке қысқарады. Бұл кісі жолаушы үкімінен шығып, тұрақты адам атанатындықтан, мәсісінің уақыты 3 тәулік емес, 1 тәулікке қысқарып отыр. Ю'табарул ахиру дегендегі соңғысы назарға алынады дегендегі мән мағынасы осы. Ары қарай оқимыз. Ва бa'дахума янзи'у, бір күн, бір түн өтіп кетсе, екі жағдайда да янзи'у мәсісін шешеді. Тұрақты адам мәсісін кигеніне 1 тәулік өтіп кеткеннен кейін жолға шығатын болса, немесе жолаушы кісі мәсісін кигеніне 1 күн, 1 түн өтіп кеткеннен кейін өзінің тұрақты елді мекеніне оралса, мәсісін шешеді. Қайта аяқ жуып, дәреті болмаса толықтай дәреті алып, мәсісін қайта киеді. Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin.